Сағы жарқап ана отқан екі қызды көрдіңдер ме? Конечно. Әдем қыздар екен, Ана он жағындасымен мен танысам. Ал екіншісін өздерің бөліп алыңдар. Ой, сен ақтаныс соғызбен. Маған екеуден отырған жоқ. Ақымақтар қандай танысқан? Скоро еңін туған күні соған ақша жинау керек. Жақсыға подарок сыйламасам. Короче, жарқап алдындағыдай істейтін боламыз. Өз орнына бар, Сағы сен менімен жүр. Баратынмасын, алдына шықпа. Сәлеметсіңдер ме, қыздар? Біз өмір ғой деген ютуб арнасынан едік. Сіздерден рұқсат болса сұхбат алайын деп едік. Аты қыз екен, өмір ғой. Жарайды, түсік түсіп берейік. Сұхбат беру деген бала кезден армандайтын едім. О, рахмет қыздар. Оны мына столдан тұрып кішкене былай жасаңыздар. Заттан сасап кете беріңіздер, ойындаңыздар. Ар жақта әдем кадр бар еді, сол жаққа жүріңіздер. Жүріңіздер. Ендеше бастайық. Мотор. Алғашқы сұрақ, жастар арасында ұрық-қарық өршіп баратыр. Мұған не дейсіздер? Ондай адамдар өте көп, ондай балаларды аямай жазалау керек. Иә, оның үстіне адамдар да көшеде ауыздары ашылып жүреді ғой. Кішкене заттарына ие болса болады ғой. Онда қыздар бұл да жетеді. Рахмет сіздерге. Ойбай, болды ма? Осынша сұхбат алғандарың болды ма? Иә. Осақ. Шынды ма? Осақ па? Иә. Сонша жерге барып, соны айтам. Ей, телефон қайда? Ё-май, бағанағы типа сұхбат алғыш балалар. Солар алып кеттік. Жүгір. Кешіріңіз, осы маңнан күдікті ешкімді байқамадыңыз ба? Екі жігіт, біреуінің үстінде қара күртешесі болған, біреуінің үстінде спортивка болған. Жұмыстан шаршадым мен. Күні бойы Талғатаған ауласында жұмыс істейміз. Сонда қалатын 2 теңге. Несіне шаршайсың? Қайта Талғатаға рахмет. Өзіміз қоймай жұмыс сұрап келген жоқпыз ба? Бізді ешкім қинаған жоқ. Иә, аптасына бір күн келіп жұмыс істеп жүрміз. Мә, мектепті ерте бітірсем ғой. Талғатаған жұмыстан күнде келіп істеп, ақша табатын едім. Мә, Нұрбол, базар жоқ. Күні бойы осылай жұмыс істеп жүре бермексің бе? Бір күн ішінде көп ақша тауып алсам екен. Байлық үшін бәріне барадым. Шын болады, сен не айтып кеттің? Жеңіл ақша еш уақытта абырой әпермейді. Әзірге осылай жүреміз. Бірақ өскенде Талғат аға сияқты адал жұмыс істеп, адал кәсіп жасаймыз. О, жігіттер, Талғат аға келе жатыр. Так, жігіттер, не отырыз? О, мына жақтың бәрін жинап қойыпсыңдар ғой. Жарайды. Кішкене демалып алыңдар. Одан кейін үйдің артындағы тірліктер жасайтын боламыз. Жарайсыңдар. Қазірден бастап осылай еңбекке үйренсеңдер, өскен соң мықты азамат боласыңдар. Біз ол ақымақтарды вообще таппайтын сияқтымыз ғой, не істейміз? Жоқ, табамыз. Мені тыңда құрбым, детектив толғанай баяндайды. Олар бізді оп-оңай алдап түсірді. Демек, олар күнде осы жерге келіп, сондай іспен айналысып жүр деген сөз. Бүгін болмаса ертең, әйтеуір бір күні олар өздері осында келеді. Сол кезде біз бас салып ұстап аламыз. Жарайды. Жігіттер, өткенде деген болсашы, бұл жол түскен ақшаны тең деп білеміз, бақ ма? Ой, иә, бөлсеміз, не от соншама? Сағы жаңаған келетін болды ма, келмей ма? Ой, уайымдай бермеш, келеді қазір. Ол нормальный бала ғой, телефон алып, телефон сатып жүрген. Ровно сағат 2-де келем деген. Анау бала емес па? Фари, үй жұмысын көшіруге берші, алдағы келетқан туған күніме дайындалам деп түк уақытым болмап еді. Ой, сен неге үйге іздеп қалды десем, кездесейік, сағындым демей-ақ бірден айта салмайсың ба солай? Жарайды, сенен аямайым ғой, бірақ екеуміздің туғанымыз бірдей екен, ұмытпасаңшы.
Жарайды. Сен ұттың. Үй жұмысын орындауға шамам келмеді. Сенен көшіруге келіп едім. Қызық, Шымболат туған күніме не сыйлайды екен? Былтыр керемет өлең жазып берген еді. Өлең? Сіздің досыңыз романтик екен. Ал менің қанатым үнемі қымбат сыйлықтар, гүлдер сыйлап жүреді. Биыл да осы туған күніме сондай бірдеңе сыйлайтын шығар. Ақперді ше? Ақперді де сенімен дос болғысы келетін сияқты. Ой, оны есіме де алғым келмейді. Түк пайдасы жоқ. Ана алдыңғы туған күніме бергені анау. Не ол соншама? Құмыра. Өте нашар құмыра. Мен оны тастап жібердім. Жарайды, қойшы. Басты сыйлық емес, достық ниет. Так, романтиктер, болды жетер осты. Сендер нақшанка дұмға да жетпейді. Қайт, таған қалан сендер өші. Осы қазірден қыздармен дос бол, сыйлық сыйлаушын алмаған рахат тұра білем ажып. Шымболат, сен Фаризаға не сыйлайсың? Мен от еңілке достойный подарок беру керекпін. Айтпаса қанатты білесің. Әр кезде ше қымбат сыйлықтар береді. Жанынан шықпайды. Осы қанат ақшаң қаяқтан алады? Қанат дейсің бе? Я, расымен де. Ана солар емес па? Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы қыз кеттік. Қалайсыңдар? Сендерге қарағанда жағдай шүкіршілік. И вообще сендер мынандай жерде не арып үшсіңдер? Бір ақшасы бар адамдар ұқсап. Біздің қанаттың дос қызына сыйлық алушы келді, бізге осы. Қана, сендер осы не жұмыс істейсіңдер? Менің де жандарың алсаңдаршы, маған да ақша керек. Бәрімізге ақша керек қой. Бірақ сендер сияқты ауыр жұмысын істейтіндер бұндай жұмыс істей алмайды ау. Не қыласың, саған керек емес. Қана, короче, мен сендермен біргем. Үйретіңдер маған да. О, жарайсың Шымболат, жұмыс істейсің. Істейтін бала екенсің ғой. Ертең сағат 10-да мектепте жолығамыз. О, қалайсыңдар жігіттер? Өздерің қалайсыңдар? Туған күндерімен? Рахмет. Айтпақшы, Шымболат сендермен бірге емес па? Ой, біздің мен сізбеге сендер аз ақша табушыңдар, ал мен көп жұмыста көп ақша табамын деп. Оған көп ақша не үшін керек екен? Не істейді саған сыйлық алып береді? Ақымақ айтпасай. Ой, не болды сыйлықты осыған алтын өтіргенбіз ғой. Сюрприз деген нәрсе болады ғой. Ой, сыйлық бермеген, бәле. Солай ма, жігіттер, онда кеттік. Ой, ендірек тұра тұршы, бір нәрсе айтып ұмытып кеттім саған. Менде қазір уақыт жоқ, мен қанатпен кездесуге кетіп бара жатырмын. Пока. Тоқтатыр, мына дәріханаға дәрі алсақ, анам ала кел деген еді. Жарайды. Тоқта, ақша жоқ. Жа қалтам тұр еді. Дұрыстап қарасай. Қаражат мә түсіп қалдым екен, дәрінің ақшасы еді ғой. Қанша теңге еді? 5000 теңге. Түгел жоқ па? Иә. Саған керек сияқты осы ақша. Жоқ, бұл сен елікке сыйлық алам деген ақшан ғой. Алмай. Ал, денсаулық сыйлықтан артық емес. Рахмет. Қашан өстіп отыра беремін, шаршап кеттім. Баяғыда екі қыз алма салған жәшікті бастарына қойып, жолға жаяу шығыпты. Бірі үндемей жүре береді екен, ал екіншісі, «Уф, шаршадым, аяғым талды, қолым ауырды» деп айта береді екен. Сонда әлгі қыз айтады екен: «Осы сен неге үйтіп айтпайсың, шаршадым» деп. Сонда әлгі қыз айтады екен: «Менің жәшігімнің ішінде асыл шөп бар» дейді екен.
Сонда ана қыз оны қандай шөп ол маған да берші деп жалынады екен. Сонда әлгі қыз сен ол шөпті қолдана алмайсың ау, өйткені ол шөптің аты сабыр деген екен. Сол сияқты сабыр сақтасайшы. Бір шаршадым дегеніме бір кітап қол жауап берген қалай кетті. Кеше кітаптан оқып едім. Үйдегілер телефон жоғалған білді ма? Жоқ, айтуға қорқып жүрмін. Мен де. Рахмет көп-көп. Оқасы жоқ, мен саған ұнамай қалама деп ойлап едім. Жоқ, ұнамаған несі? Бірақ осындай сюрприз болатын білдім. Қалайша? Маған Ақош пен Нұрбол барлығын айтып қойды. Ой, соларды. Айтпақшы, олар айтты, сені менсінбей басқа жұмысқа кетіп қалды деді. Сол қандай жұмыс? Ол ма, қысқасы бизнес қой, кішігірім. Әйтеуір өзі адал еңбегіңмен тапсаң болды ғой. Мені қазір әкем алып кету керек еді. Сау бол, өткендегі саябақта кездесейік. Мен сол жаққа бармай қойықшы. Жоқ, маған сол жер қатынайды, сол жерде болам. Қап, ертең ұрлық болатын жерге шақырған ес. Кеше өзі жігіттер қанша сотқа саттық? Есен шығып кетті ғой. 5. Ал анау Шымболат деген ақмаққа 3 саттық деп айттық. Ол ақмақ азық шалғанына мәз ғой. Енді жодан қосылған бағаға теңдет бөліп береміз да. Еңілік ана отыр ғой. Бір өзі отыр ғой. Енді 2 болып отыр керек. Бақмақ, сендер менімен еріп жүре бересіңдер ма? Енді. Мен еңілікпен жеке кездесем, сендер басқа жаққа барсаңдаршы. Туған күнімен еңілік. Ой, рахмет, қана. Ғашық. Жаңа ақшаға дарал салын дұрыс отты. Кеттік. Қанша сабыр қылғанмен, олар бүгін келмейді ау. Ертең келсе қалай болады? Солай сияқты. Бірақ ертең тағы да шаршадым деп келмей қойма. Ертең точно ұстайтын сияқтымыз. Кеттік. Қана, ертең ақыта болатын жерді басқа жерге ауыстырсақ болмай ма? Жоқ, неге ауыстыра алмаймыз ол жерді? Фаризамен сол жерде кездесетінім. Қуасың ба, неге ол жерге шақырдың? Ол өзі ғой, мен оған қалай жоқ деймін. Келме деп айт, ауыстыра алмаймыз. Қалайсыңдар жігіттер? Еңіліктің кебегі, келіпсің ғой, кел төрлет. Привет, қалайсың, жағдайың қалай? Білесің ба маған, Қана туған күніме 13 Pro Max iPhone сыйлады. Соны қазір шықлап отырмын. Сосын ол маған күшті гүл берді. Есін ескеп көрсең ғой. Сосын біз паркта қыдырып жүрдік. Менің жаңа iPhone-ыммен құттықтасаң болады. Сендер Фаризаға не айтасыңдар? Кесесің ба? Байқама айтып қалдым, сюрприз екен білмедім. Не қылып тұрсың жома? Ашыламасайшын ба? Сонда оған ашылуға болма. Бұл біздің күнделікті жұмысымыз болды ғой. Иә. Бүгін ұстаймыз, көрде тұр. Неғып осы полицияға айта салмаймыз? Бірінші ұстап алайық, сосын айтамыз. Мен өзім алданып қалған соң өзім ұстағым кеп тұр. Әні, 2 қыз отырды. Солар жақсылап айындайық, соларға келетін сияқты. Шымболат бүгін сумкадан телефон сен алатын боласың. Просто Сағидың кешегі төбелестен кейін аяғын ауыртыпты. Мен бір ойындап тұрғаным. Фариза келіп қалама деп тұрмын. Сиоға келме деп айтпадың ба не? Не де болса да көре жатамыз. Ана еде қыздырып кеттік. Сен өз орнына бара бер. Фари, білесің ба, iPhone-ын сондай мықты екен. Кеше түнімен шықлап шықтым. Ал саған Шымболат не берді? Әдемі қоржық. Сол-ақ па? Сәлеметсіздер қыздар, сіздердің сұхбаттасақ бола ма? Бір-екі сұраққа жауап берсеңіздер болады. Мынау әлгі жігіттер емес па? Тыныш тоқта. Тыныш. Екеуі келді. Қазір 3-ші сөмкеге жақындағанда тап береміз. Заттарды сияққа қойыңыздар. Ана жақта көрінсе деймді сияққа барамыз. Иә, жүріңіздер. Ой, мен саған
қанша рет айттым, маңыздысы қымбат сыйлық емес, достық, ниет. Тоқта, ана жерде қандай дыбыс? Шу болып жатқан секілді. Жүр кеттік. Шымболат. Фари, мен саған барын түсіндірем. Біз сені ұры деп ойламадық. Рахмет аға, кешіріңізші мен. Ата-анаң сені осындай болсын деп тәрбиелемеген анық. Қалайша сол ұрыларға жолығып қалдың? Бәрі өз құным. Мен нашар боламын. Көп ақша табамын, бай боламын деп ойладым. Шымболат, ұрлық, үлкен қылмыс, және күнә. Алла тағала адам баласына несібесін жерге шашып қойған. Ал оны теріп алу өз қолымызда. Мысалы, кит күніне 1 тонна азық жейді екен. Бірақ сол кит азығын табылмай өліп жатқан жоқ қой. Адамдарға Алла тағала несібесін бөліп қойған. Маңыздысы соны адал жолмен табу. Ұқтың ба? Тағы да кешіріңізші мен аға. Рахмет сізге мен ата-анама айтпай, қорғап қойғаныңыз үшін. Мен сені құтқаруға себепші қанамын. Нағыз құтқарушыларда көрсетейін бе саған? Иә. Онда жүр. Шымболаттан мұндай күтпедім. Сонда мен қымбат сыйлыққа қызығады дегені ма? Таң қалам. Болды, қойшы оны. Ұры боп шықты, өткені өтті. Әйтеуір мен қанатым мұндай емес. Әне, көрдің бе? Сені құтқарушылар. Талғат аға, Шымболат осындай жағдайға түсті. Көмектесіңізші деп шыр-пыр болды. Ата-анасына айтпай қойыңыз деп өтініш жасады. Оларға Фариза деген қыз ескерткен екен. Сенің нағыз достарың. Соны бөліп жүр. Жарай ма? Ал кеттік. Жігіттер, көмекші керек емес пе? Жігіттер, кешіріңдерші мен. Ема, кеше не болды өзі? Короче, Сағи кеше боя болды. Енді ұрылап атқан кезде арт жақтан бір-екі қыз ұры деп ойқалады. Сонан соң дартымызға қарамай зыттық. Шымболат қайда? Көрінбейді ғой өзі. Ол кеше қалған айнақта. Оны алмай қашып кеттік. Оған не болса да ол болсын. Капитан Есей Кәрімұлы, Үсенов Қанат, Алимов Жарылғап, Көзбаев Сағи. Сіздерді ұрлық жасады деген күдікпен уақытша қамауға алынасыздар. Бөлімшеге жүріңіздер. Жүріңіздер. Ешқандай шатас оққан жоқ. Жүріңдер, бол, жинал, бол, тұр. Неғып түсіп кет.